Статистика бойынша әр үшінші адамға кем дегенде бір рет донорлық қан құйылады. Қан тапсырғанда донордың инфекцияларды жұқтыру қаупі барын жиі естиміз. Бұлай тек қан құю орталығында болмағандар, қан тапсырып көрмегендер ғана айтады. Себебі қазір қан тапсыру қауіпсіз шара. Өйткені донация кезінде тек заманауи әрі зарарсыздандырылған жабдықтар қолданылады. Компания Airamед является фармацевтикой. Airamед компаниясы медициналық мақсаттағы бұйымдарды шығаратын фармацевтикалық кешен. Компания қан донациясына арналған контейнерлерді шығарумен айналысады. Шикізаттан бастап дайын өнімге дейін сапасын бақылап, зарарсыздандырады. Ал зарарсыздандырылған өнім микробиологиялық тазалыққа тексеріледі. Нәтижесі барлық стандартқа сай болса, сапаны бақылау бөлімі арнайы төлқұжат береді. Кейін дайын өнім сатылымға жіберіледі. Соответственно, в данном случае готовый продукт используется в реализации. Airamед 5 жылдан астам уақыт бойы медициналық ұйымдарды қан элементтерін дайындайтын құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп келеді. Олардың сапалылығын анықтау үшін зертханалық сынақтан өтеді. Химиялық талдау бөлімінде жасалады. В этих отделениях проводятся химические анализы, то есть Біз сапаны бақылау бөліміндеміз, яғни химиялық талдау зертханасында. Мұнда титриметриялық, потенциометриялық талдаулар жүргізіп, кондуктометрлік және спектрометриялық сараптамаларды жүргіземіз. Сонымен қатар хроматография кабинеті де бар. Қазақстанның мемлекеттік фармакопеясының GMP бойынша барлық талдау жасалынады. Сондай-ақ тек біздің ұйым ғана ұсынатын арнайы стандартты операциялық шараларымыз бар. Airamед қан тапсыру орталықтарында қолданылатын донациялық жабдықтардың сапасына жауап береді. Қан тапсыру сізге көп пайда әкелмесе де қаупі жоқ. Керісінше сіз тапсырған қан бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға септігін тигізеді. Сондықтан донор болу мәдениетін кеңінен насихаттағанымыз жөн. Бұл сіз бен бізге, қоғамға пайдалы шара.